Қайырлы күн достар, бүгінгі видеода мен сіздерге шарлотканың рецептімен бөлісетін боламын. Өте дәмді болып шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ендеше табамызға жұмыртқамызды салып, миксермен кішкене араластырып, көпіртіп аламыз. Осыған қантымызды қосамыз. Қанттарды біртіндеп қосқан дұрыс, және де аппақ болып көтерілгенше миксерлейсіздер. Жұмсақ сары майымызды қосамыз. Және де осыған ұн мен разрыхительді араластырып, електен өткізу арқылы қосасыздар. Барлығын бірден емес, біртіндеп отырып қосу керек. Осындай консистенция шыққаннан кейін осыған ұсақтап туралған алмамызды қосып, жақсылап араластырамыз. Және де табамызды майлап, немесе пергамент қағазына салып, бетін кез келгенмен әрлесеңіздер болады. Осыны 180 градуста 50 минутта пісіреміз. Өте дәмді болып шығады, жасап көріңіздер.